Енді мына Түркістан облысының қасиетті қазығұртымыздың Жаңабазар Абай елді мекенінің Жігерген ауылының тумасымыз. Өткен жолда айтып өттім ғой, асфальт жолым жатыр ғой жарқыраған, өзені бар қақ ортада сарқыраған, туысқан батыр жайда ағайын дос, оңайда осы жердің қалқымаған деп ағаларымыз өлеңдетіп жырлап өткендей, мынау біздің ауылдың негізгі аты Жігерген. Жігерген бұл Қазығұрт ауданында 7 өзен болса, соның бір өзені біздің ауылымызда. Сондықтан да өзеннің атауы Жігерген, сондықтан да ауылымыздың аты Жігерген деп аталады. Өйткені алдыңғы уақыттарда Абай десек, көбісі Сарыағаш Абаймен, Келес Абаймен шатыстырып, сондай түсінбеушіліктер болған. Ал сондықтан да біз қазір Жаңабазар Абай елді мекені Жігерген ауыл деп өзімізді таныстырамыз. Енді біздің осы ауылымыздан кіндік қаны тамған жер, Медеубек Қилыбай атамыз кіндік қаны тамған жер, сол кісінің ауылы атамыздың. Сосын Батыр Жайдақты басқарған Шағырбаев Ескендір атамыз осы ауылдың тумасы, осы ауылда кіндік қаны тамған жер. Сосын мынау Сарыбай Мырзан көкелеріміз бар, Қазақ Түрік Шымкенттегі университетінің ректоры. Ол кісі де осы ауылдың тумасы, ағайын ағамыз, көкеміз. Сондықтан да мен ауылымды таныстыра өтейін. Мынау кезінде Шырымбек Мұхтар көкеміз осы бүткіл Қазығұртымыздың ең осы ән жағынан, жыр жағынан, өлең шығарудан өзіміздің бір жұлдызымыз болған Қазығұрттың мақтанышы, сол кісінің біздің Сіргеліге арнаған бір ән шумағын орындап берейін. Қабыл алыңыздар. Рахмет сіздерге. 25 мың шапалақ ұрып жатыр.